Сәлем достар, біз бүгін тушеный капуста тамағын әзірлейтін боламыз. Керекті ингредиенттерді видеоның астына көлемдерін жазып кететін боламын. Бірінші осылай картошкамыз турап аламыз, қалың қылып турамайсыздар. Кейіннен бір пияз турайсыздар, бір сәбізді теркадан өткізетін боламыз. Жарты капуста, қалыңғымай турайсыздар капустаны да. Видеода анық көрініп тұр барлығы. Кейіннен 2 үлкен помидор турайсыздар. Помидорларыңыз майда болса, 4 турасаңыздар болады. Кейіннен осылай ет және мен қабырғаларды қостым. Қызып тұрған майымызға етімізді, қабырғамызды қуырып алатын боламыз. Артынан пияз саламыз, дәміне қарай паприка салып, 5 минуттай қуырасыздар. Осылай қуырылғаннан кейін сәбіз саламыз, помидор саламыз. Барлығын қуырып аламыз 6-7 минуттай. Дәміне қарай тұзын саласыздар, қара бұрыш саласыздар және де бір шыныдай су құйып, астын басып, баяу отта 20 минуттай бұқтырасыздар. 20 минуттан кейін картошка мен капустамызды салып, тағы да жарты сағаттай баяу отта өзінің суына бұқтыратын боласыздар. Су құймайсыздар, солай біздің тамағымыз дайын болады. Өте дәмді болып шығады қыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.